Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді әрі нәзік болып шығатын молочный девочканың рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен таза ыдысымызға жұмыртқамызды аламыз. Мендегі С1 жұмыртқа болғандықтан 3 қолдандым. Сіздерде С0 болып жатса, 2 жұмыртқа пайдалансаңыздар да болады. Оның үстіне сгущенканы салып, жақсылап барлығын араластырып аламыз. Одан кейін сары майымызды еріген соны салып, тағы да жақсылап араластырып алатын боламыз. Одан кейін міндетті түрде ұнымызды ситадан өткізіп саламыз. Оның үстіне 1 шай қасық қопсытқыш салып, тағы да миксермен жақсылап араластыратын боламыз. Міне миксермен араластырып болдық. Енді пергамент қағазымызға мендегі 24 диаметрлі торт болады. Соны мен қағазға осылайынан сызып алдым. Сіздер кез келген диаметрді пісіре берсеңіздер болады. Енді қағазымызды теріс аударамыз да, қамырымызды тағы да бір жақсылап қасықтың көмегімен жақсылап араластырып жібереміз. Одан кейін осылай 2-3 қасықтан салып, қамырларымызды қасықпен тегістеп шығамыз. Шет жақтары жұқа болып кетпесін, себебі күйіп кетуі мүмкін. Сондықтан қатты жұқада қалында қылмай жағып шығатын боламыз. Міне қызып тұрған пешімізде 5-7 минуттан пісіріп аламыз. Піскен корждарымызды осылай тегістеп аламыз. Кесіп керек диаметрға. Өте жұмсақ болып шығады. Менде кремнің жасалу жері толық түспей қалыпты. Творожный сырмен сливкиді және сахарный пудраны қосып, жақсылап бір келкі түйіршік қалмағанша жақсылап микселейміз 3-4 минуттай. Енді подложкамызға аздап крем жағамыз. Тортымыз жылжып кетпеу үшін. Сосын осыны кольцомызды салып, 2-3 қасықтан саламыз кремімізді. Осылайна кремдерімізді жағып шығамыз қасықтың көмегімен. Кремді осылай 2-3 қасықтан саламыз. Одан кремді өйткені ол молочный девочка өзіне сіңіріп алады. Сондықтан көбірек салыңыздар. Міне барлық корждарымызды осылайнан бірінен кейін теріс қаратып жинап шығатын боламыз тортымызды. Менде осылай аздаған крем қалды. Енді аздаған кремді осылай кондитерлік мешокқа біраз алып қаламын. Астына 2 сызық жасайтындай. Одан кейін менде ашық осындай розовый цвет болды. Содан 2 капля ғана тамғызып, осылай жақсылап араластырып алдым. Оны да чашкадегі ыдысымызды жақсылап лопатканың көмегімен араластырып аламыз. Міне кремімізді, кольцомызды шешеміз. Кольцоның шетіндегі кремдермен осылай шеттерін тегістеп шығамыз. Барлық жерін үстіп байландырып тегістеп шығамыз, асықпай. Міне енді осылай бағанағы алып қалған ақ кремімізден осылай 2 сызық айландырып шығамыз. Тортымыздың шетінен жағып. Енді қалған розовый түсімізден осылай қалған жеріне жағып шығам. Шпательдің көмегімен тегістеп шығамыз. Міндетті түрде шпательді тегіс ұстау керек, түзу. Сол кезде шеттері де түзу шығатын болады сіздерде. Ендігі үстіңгі бөлігін тегістеп шығамыз. Бастапқы кезде сіздерде тегіс шықпауы мүмкін, қолдарыңыз үйренгенше. Одан кейін бірнеше торт жасағаннан кейін міндетті түрде сіздерде де тегіс шығатын болады. Осы рецептпен міндетті түрде жасаңыздар. Мен үнемі осы рецептпен заказдарды қабылдаймын. Сіздерде алдағы жаңа жыл немесе кез келген мерекеде осылай заказ жасап қабылдап кетсеңіздер болады. Міне мен тортымды тегістеп болдым. Енді оны қазір қалған кремдермен әрлеп шығатын боламыз. Мен осындай гүл тәріздес қып әрбір жеріне осылай әрлеп шығатын боламын. Сіздер кез келген нәрсені үстіне қоя берсеңіздер болады. Мысалға пряниктер болады, немесе осындай безешкалармен де әзірлеп шықсаңыздар болады, немесе фруктылар болады. Кез келген нәрсемен қойсаңыздар болады. Ол енді өздеріңіздің фантазияларыңызға байланысты, немесе тапсырысқа жасасаңыздар, клиенттің қалауымен жасап шықсаңыздар болады. Енді ортасы бос тұрмау үшін мен осындай ақ моншақтарды қойып шықтым.
немесе ортасына жазу жазсаңыздар да болады. Осыны енді бірнеше сағатқа холодильникке қойып қойсаңыздар, өз пропиткасымен тұрып, тортымыз әдемі болып тұратын болады. Міне біздің тортымыз бірнеше сағаттан кейін дайын болды. Өте дәмді әрі жұмсақ болып шығады. Керемет рецепт, міндетті түрде жасап көріңіздер. Достар, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар және қоңырауды басып қойыңыздар. Сіздермен болған Ақмарал. Мені тыңдағандарыңызға көп рахмет.